Миғраж түні аспанның 6-шы қабаты. Одан шығып аспанның 6-шы қабатына жеттік. Қақпа алдындағы сақшы періште де мені көріп қуана күтіп алды. Аллаға тәсбих айтып, құлшылық ұрып, жалбарынып жатқан көптеген періштелерді және түрлі ғажайыптарды көрдік. 6-шы қабатта Мұса ғалейхиссалам пайғамбарға жолықтым. Ол да игі тілек тілеп бата берді. Құранның көптеген аяттары мен сүрелерінде Мұса және оның қауымы туралы түрлі мысалдар келген. Олар біз үшін үлгі-өнеге болу қажет. Перғауын Мұсаға қарсы қолынан келген барлық істі жасады. Мұғжизаны көріп те жүрегі жұмсармады. Керісінше, залым патша Перғауын иманға келген кісілерді өліммен қорқытып, көздерін жоюға асықты. Мұса мен Исраил ұрпақтарының арасында біраз келіспеушіліктер болып өткен. Олар көп шыдамсыздық пен шүкірсіздік білетін. Олар көп шыдамсыздық пен шүкірсіздік көрсетті. Алайда Мұса өз қауымын жақсы білетін. Миғраж кешінде Мұса өзінің жинаған діни үгіт насихат пен рухани тәрбие жолындағы мол тәжірибесімен бөлісті. Мұсаға берілген Миғраж оқиғасы ерекше өткен. Ілгеріде Алла тағала Мұсаға кітап иесі боласың деген еді. Перғауын теңізге батып кетті. Оның азабынан құтылған мүминдер тыныс тіршіліктерін амандықта жалғастыра бастады. Сонда Мұса Алладан сол кітапты түсірші деп сұрады. Ол 40 күн Тур тауына барып, Аллаға құлшылық етіп, қасиетті Таурат кітабын қабылдап алатын болды. Бұл уақытта Мұсаның Миғражымен байланыстырады. Алла тағала тарапынан Мұхаммедтің үмметіне бұйырылған 50 уақыт намаздың 5 уақытқа қысқартылып, оларға жеңілдік жасалуына Мұса себепші болды. Үтір намазы да мұсылман үмметіне осы жерде уәжіп болған екен. Пайғамбарымыз Жәбірейілдің мақамына жеткен кезде періште оған: «Я Расулла, қазір менің мақамымда тұрсыз. Сондықтан бір рәкат намаз оқыңыз. Сонда Алла бұл жерді тағы да мүбәрак оқыңыз. Тағы да мүбәрак еткей» деді. Мұхаммед бір рәкат намаз оқыды. Көңіліне бір рәкатта намаз болушы ма еді деген ой келді де, артынан тағы бір рәкат қосып 2 рәкатқа толықтырды. Алла тағаладан: «Я Мұхаммед, сенің ғибадатың бізге ұнады. Соның үшін тағы бір рәкат қосып қой. Оны біздің әміріміз деп білгейсің» деп бұйырды. 3-ші рәкатты оқып, рүкуғке еңкейгенде Құнут деген періште: «Ия Алланың хабибі, құнут дұға арқылы маған ұлық дәреже берілді. Сіз де осы дұғаны оқып, сыйлық ретінде қабыл етіңіз» деп ұсыныс тастады. Пайғамбарымыз оны да қабыл алды. Намазды оқып болғанымнан соң Жәбірейіл маған: «Осы намазды берік ұстаңыз, мұнда жасырын хикмет жатыр» деді.